Енді рахмет. Біріншіден, бірінші ойында жігіттер енді жақсы ойнады ғой, бірақ сол түгел соққан біздің воротаға, қақпаға голдар кіріп кетті. Ал енді Македониямен ойнағанда, Бельгия біздің алдымызда ше, солды Македония штрафнойында ойнады ғой. Неше удар болды, қанша удар болды. Біреу де кірген жоқ. Көрдіңіз бе? Енді мынаны қалай айтамыз? Удача ма, фарт па дегендей сақылды. Енді бірінші ойынды да біз қарап алдық. Македониямен де ойынды қайтадан қарап алдық, көрдік. Қайталайын, енді айтайын тағы да. Әрине, енді біз өз ойынымызды ойнағымыз келіп тұр. Бірақ қалай бізге оны мына Бельгия береді ойнауға? Вот сол қызығы бізге болып тұр. Өз ойынымызды ойнасақ, ол балаларға да, жігіттерге түгел уверенность береді ғой. Енді қандай жоспар дейміз? Енді біз әрине вариант А, вариант Б да бар. Енді қазір бізде қуат міне мына карточка бойынша ойынды пропускает. Сол проблема бізде болып тұр. Әрине қуат болса вариант А, вариант Б бірнеге келуші еді. Енді қазір біз сол варианттарды сізге айтпай, сол қуаттың орнына ойыншыны дайындап отырмыз. Бәрібір біз өз планымыздан шықпаймыз. Әрине енді мынандай соперникпен қиын болады ойын бойынша по ходу игры перестраиваться дегендей сақылды. Поэтому біз өзіміз ақылдасып, жігіттермен де сөйлесіп, сол тренировка жасағанда, тренировкада түгелін көрсеттік. Вариант А, вариант Б, ана екі ойында бірінші болғанда айтып отырдық. Ал қазір енді сол екі вариантты, бір вариант қол. Мына енді опорный полузащитник бойынша сол кісі бізде сол түгел екі вариантты бірге қосып отыру керек. Сеніміз бар, неге десеңіз, ол ойыншы енді қазір игровой тонусын ұстап отыр. И әрине қазір мынандай турнирда ойнап жүр. Поэтому даже, думаю, не будете спрашивать, кім деген, әне. Уағалейкум ассалам. Сұраққа рахмет. Әрине, біз бәріміз түсініп отырмыз. Бельгия құрамасы енді әлемдегі топ 10 құрамасына кіретін. Өзімізге де қызық, ойын қандай болады. Бірақ енді өз ойымыздан кетпейміз. Талғат Марғанов қойған ойынды ойнаймыз. Разделкадағы атмосфера өте тамаша. Балдар бәрі осы ойынды күтуде. Уағалейкум ассалам. Сұрағыңызға рахмет. Дұрыс айтасыз. Бізде чемпионат ерте бітіп қойды. Бірақ алайда біздің тренерлік штабымыз бізді ойынға дайындады. Өзінің жұмыстары бар. Сол жұмысты тыңдап істедік, дұрыс. Ертеңгі ойынды айтып кетсек, енді оны мен өзім ғана шешпеймін. Ол үшін бізде бас бапкер бар, Талғат Марғанұлы. Сол кісі өзінің тренерлік штабымен шешеді. Кім шығады, кім дайын 100%-ға сол ойнайды. Дұрыс айтасыз. Асхат бізде ең мықты ойыншылардың бірі болды. Бірақ енді өз шешімін қабылдады. Алайда өзіміздің алдымызға қойған мақсаттарымыз бар, жаңа ойыншыларымыз бар. Енді жастар өсіп келе жатыр. Алайда не болатынын көреміз. Көп рахмет. Дінмұхамед, сізге көп рахмет.